Қайырлы күн тыңдарман, бүгін сіздермен мен Аида, Ыршан және де Әсем. Бүгін біз әлеуметтік желіде қызу талқыға салған Нурикамал әнінің тарихына шығарылған фильм туралы талқылайтын боламыз. Жалпы Нурикамал әні ол 1988 жылы жарық көрген екен. Оның әннің авторы Тұрдықұлыш Естаев пен сөзін жазған Ханбибі Есенқарақызы. Бір қызығы бұл кісілер ерлі зайыптылар екен. Шынымен де Нурикамал әні қазіргі уақытта да бір бояуы сіңбеген әндер қатарына кіреді. Себебі ол әннің сөзі, әні бір жүректегі, іштегі айтылмаған сөздерді, сезімдерді шынайылықпен жеткізілген бір әндердің қатарынан деп ойлаймын. Жалпы әннің шығу тарихы туралы не білесіңдер? Шығу тарихы туралы мен білемін. Нурикамал әнін халық сүйіп тыңдағанмен, бірақ оның шығу тарихын көп ешкім біле бермейді. Мен сол туралы айта кетсем, негізі мен үшін өте ерекше деп айтады, әсерлі емес енді, бірақ қызық оқиғалардың бірі деп санаймын. Себебі Ханбибі ханым өзінің жарының пианинода бір әуен шырқап отырғанын естиді, бірақ әуені бар, бірақ сөзі жоқ. Ол кезде Ханбибі ханым өзінің жарының да Нурикамал атты бойжеткенге ғашық екенін білетін тұғын. Сол кезде ол сол әуенге өзінің ойынша сөз шығарып, күйеуіне апарып берген өзінің жарына. Айта алмай жүргенің осы меді, міне саған әуеніңе сөз деп апарып берген болатын. Және де сол кезде өзінің жарына сол әуеннің сөздері ұнап, ары қарай шумақтарын шығарып, өйстіп тарихқа шыққан. Ал енді бұл жерде бізде сұрақ туындап отқан бар, барлықтарына Нурикамал деген кім? Нурикамал Сейтжанова Ақмола облысы және де Торғай облысының мәдениет басқармасында 20 жылдай қызмет еткен екен. Және де ол сол уақыттарда Шымкентке жұмысқа шақырылған. Ал Ханбибі Есенқарақызы мен Тұрдықұлыш Естаевпен сол Шымкентте бір табиғат аясында ұйымдастырылған бір отырыста танысқан екен. Фильм қазіргі уақытта халық арасында да, әлеуметтік желіде де бір қызу талқыға түсіп жатыр. Былай қарап тұрсақ, негізінде былай ғой, Нурикамал жаңағы фильмі Ханбибі көрермендер көрген адамдар түсінетін шығар. Енді Ханбибі Есенқарақызының жалпы күйеуіне қолдау көрсеткен дара әйел ретінде қабылдаса, ал кейбіреулері өз күйеуін өзге әйелден қызғанбайды ма деген сынға ұшырап, жалпы көрермендердің ойлары екі тарапқа бөлініп жатыр. Жалпы менің естуім бойынша Ханбибі Есенқарақызы жаңағы күйеуін, Нурикамалды көріп, күйеуінің талғамына бір тән риза болған негізінде. Сендер негізі осы фильмді үшіміз барып көрген болатынбыз, бәріміз кинотеатрға барып. Негізі мен әрбір фильмнің бармастан бұрын міндетті түрде зерттеймін, кім, режиссері кім, сценаристі кім деген сияқты. Себебі айтады ғой, қазір таңда фильмдердің трейлерлері шыққан кезде бірден қарап, және қызық па, қызық емес пе аналитика жасап, өзімді содан кейін барып барамын. Ал Нурикамал фильмінің режиссері Ернат Байұзақ болса, ал оның сценарийін жазған, оның досы Қанат Рамазан екен. Дарынды режиссер мен сценаристердің бірі қазіргі таңда. Және де бұл фильм шығардың алдында 2 жыл бұрын талқыға салынған фильм екен. Себебі шығарайық па, шығармайық па деген сияқты ойда болған. Содан кейін барып, Ханбибі ханымнан рұқсатын алып, осындай фильм шығарайын деп едік, түсірсек қалай қарайсыз, сіздердің өмір баяндарыңызды баяндасақ деп рұқсатын алып барып 2 жылдан кейін ғана сценарий жазуға кіріскен екен. Қазіргі таңда білесіңдер, Қазақстанда өзіміздің отандық фильмдер өте көп. Оның ішінде жанрлары да көп. Ең оның ішінде комедия жанры басымырақ. Бірақ бұл фильмнің ерекшелігі лирикалық драма фильмі жанрында түсірілген, және де өте керемет түсірілген деп ойлаймын. Әр адамның өзінің, сол фильмдегі әр адамның өзінің кейіпкерлерінің оқиғалары өте қызық. Байқадыңыздар ғой, өте орын алады, ерекше. Негізінде былай қарап тұрсақ, адам тағдыры қашанда адамға қызық қой. Негізінде бұл жердегі Ханбибі, бұл фильмді көрген көрермендер Ханбибінің жаңағыдай әрекетін бір мықтылық, немесе бір жағынан даналық деп жатады. Негізінде көбі жаңағыдай сендер айтып кеткендей күйеуінің
өзінің отбасылы адамның, өзінің күйеуінің басқа бір қызға қарап оған ғашық болып отырып оны биге шақырды деген сияқты фильмде көптеген нәрселер орын алады ғой. Соған қалай шыдаған деген сияқты. Кейбіреулер сол тарапқа бөледі, ал кейбіреулер ол кісіні мықты, дана кісі деп санайды. Ал осы тұста жаңағыдай фильмге көп сын кетіп жатыр деп айтып жатсыңдар. Бұл фильмде сомдаған актерлар осы көптеген көрермендерге хейт жазып жатырған барлығына бір жауап берген болатын. Ол жаңағыдай өмірде болған нәрсе, шынайы оқиға, ол тарихта бар нәрсе. Оны бұрмалап, идеальный дейді ғой, әдемі қылып үйтіп шығармайды. Өмірде барлығы жақсы бола бермейді, ол жақсы да, жаман да болады. Сол сияқты кинода еш бояусыз түсірілген, яғни солай көрсетілген. Ең соңында бір қызық факт айтып жіберсем, сендер білесіңдер ме? Мысалға, жаңағы Хамбибі Есенқарақызы өзі сұхбат берген болатын. Сол кезде жаңағыдай барлығын айтқан, мойындаған, осылар фильм түсіруге менің алдымнан өтті, рұқсат сұрады деп. Бірақ жаңағы Хамбибінің рөлін сомдайтын Гүлбахрам Байбосынова дейтін актриса, ол Хамбибінің алдына келмеген екен. Яғни ол Хамбибі өзінің өкпе назын білдіріп жатыр. Мені дұрыс кішкене сомдамаған, мен ондай кішкене батыл болмап едім деген сияқты. Ал фильмде оның мінезін батыл, сондай бір батыр қылып көрсеткен болатын. Сол үшін де Хамбибі Есенқарақызы кішкене өкпе назын білдіріп жатыр. Түсірілім тобына кішкене бір қалай дұрыс қарамаған деген сияқты. Менің алдымнан өтпеді деп жатыр сол актриса. Мен енді ол актриса деген 100% адамның несін қалай сомдап шыға алмайды ғой. Әр адамның өзінің бір ұстанымдары бар, қылықтары бар деген сияқты, оны 100% сомдап шыға алмайды. Бірақ мен осы фильмнен кейін, Нурикамал фильмінен кейін Нурикамал әнінің жүректен шыққан, таза махаббатпен шыққан ән деп санаймын, әндердің бірі деп санаймын. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Нурикамал фильмімен жақсы деп ойлайсыздар ма? Көңілдеріңізде шықты ма? Бірақ сен айтып жатсың ғой жаңа, ол дейтін 100% ойнай алмайды, бірақ өмірде бар, тарихта қалған адам, ол адамды, ол тұлғаны, мысалы Ахмет Байтұрсыновты ойнасаңда да, сен ол адамды қалай жүреді, қалай сөйлейді, жүріс тұрысы, сөйлеу мәнері, қалай кітап жазды, қалай оқыды деген сияқты бәрін зерттеу керек, ол менің ойымша актер. Сол сияқты енді жаңағыдай Хамбибінің де менің ойымша алдынан өтіп сұрап, сіз негізі өмірдегі қылықтарыңыз қандай деген сияқты, күйеуіңізді алғаш көргенде осы қылығына қалай баға бердіңіз деген сияқты бір сұрап алу керек еді деп ойлаймын. Негізі ол да болады. Негізі осындай лирикалық драма жанрында түсірген фильмдер бір көрерменнің жүрегінен бір жақсы, керемет орын алады деп ойлаймын. Қыздар, керемет әңгіме болды, жүректен жүрекке жеткен әңгіме болды деп ойлаймын. Және де біздің оқырмандарға, тыңдармандарымызға да Нурикамал фильмі туралы пайдалы ақпараттар бердік деп ойлаймын. Яғни баруға кеңес береміз, фильмге баруға. Барыңыздар, өздеріңіздің бағаларыңызды фильмге де және біздің подкастымызға де өздеріңіздің бағаларыңызды бере кетсеңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.